Инфляция деңгейін бір қалыпты сақтап тұру мақсатында банктер бірнеше шаралар қолданып жатқаны мәлім. Соның бірі 2015 жылы ұлттық банк ақшалай несиелеу саясатын жүзеге асыруға шешім қабылдаған болатын. Экономикалық құбылыс ретінде инфляция ұзақ уақыт бойы өмір сүруде. Оның пайда болуын ақшаның шығу қызметімен байланыстырады. Қарапайым сөзбен айтқанда, ақша көбейіп, нарықтағы тауар мен қызмет көрсету бағасы көтеріледі. Қазіргі уақытта теңгенің құнсыздануының басты себебі доллар курсының көтерілуінде болып отыр. Ал шикізат бағасы осы доллар бағамына тығыз байланысты. Осы мәселеге байланысты ұлттық банк үкіметпен бірлесе отырып, белгіленген 5 және 7% дәлізде инфляция деңгейінің сақталу жолында бірнеше шаралар қолданып отыр. Тамыз айының қорытындысы бойынша жылдық инфляция 6%-ды құрайды. Яғни бұл дәліздің дәл ортасында тұрғандығын көрсетеді. Ұлттық банк 2018 жылдың соңында инфляция біршама ұлғаятынын, бірақ ол дәліз көрсеткішінің шегінен шықпайтынын мәлімдейді. Ал 2019 жылға қарай мақсатты көрсеткіш 4 және 6%-ды құрайтын болады. Инфляция деңгейін сақтау жолында атқарылып жатқан шаралардың бірі 2015 жылы ұлттық банк ақшалай несиелеу саясатын жүзеге асыруға шешім қабылдады. Ал стагфляция жайлы не білеміз? Стагфляция бұл инфляциямен біріктірілген. Нарықта жұмыссыздықтың өсуімен бірге баға өсімін бақылайтын жағдай. Ұлттық банк бұл сұраққа былай жауап береді. Қазіргі ақшалай несиелеу саясаты тұрақты және теңгерімді экономикалық өсуге ықпал етеді. Экономикалық дамудың осы сатысында жылдық инфляция деңгейін ескере отырып, стагфляция туралы айту орынсыз дейді. Сонымен қатар ұлттық банк курс деңгейіне болжам жасамайды. Бірақ еркін өзгермелі айырбас бағамына ауысқалы бері курс бағамы бір қалыпта тұрмайтынын мәлімдейді. Ипотекалық несиеге келер болса, қазіргі уақытта ипотекалық несиені жеке тұлға шетел валютасы мен 6 айлық жалақысы болған жағдайда ала алады. Ипотекалық несие алу туралы шешім қабылдаған кезде жеке тұлға ең алдымен несие қажеттілігі мен олардың қаржылық мүмкіндіктерін анықтап алу қажет.